Біздің бабаларымыз кеше ажырасумен аты шықпаған, қайтып келген қыз жаман деп мақалдатқан, сондай бір шаңырақтың шайқалуын үлкен қасірет деп түсінген бабаларымыз үйленгенде қандай дәстүрлерді ұстанған еді, сол дәстүрлерге қарау керек. Яғни тең-теңімен, тезек қабымен дейді. Өзіңнің әлеуметтік жағдайыңа, өзіңнің өмірлік көзқарасың мен ұстанымдарыңа сәйкес келетін, болашақта балаларыңа нағашы болатын елді Құдайдан сұрап, қарап, соған қадам басып, сол дүниелерге мән беру керек. Бұл екінші нәрсе. Үшінші дүние материалдық нәрсеге ғана байланбау керек. Егер сенің жарың сабырлы, иманды, ибалы, тәрбиелі болса, өзің де еріншек емес, алғыр, жұртпен тіл табысқыш, барынша тырысатын, оттың басы, бала-шағаның жауапкершілігін толық сезінген тұлға болса, материалдық дүние ол келеді. Қазақ бас екеу болмай, мал екеу болмайды дегенде, ол үйлене берден байып кетесің деген сөз емес. Бас екеу болса, бала-шағаң